Репродуктолог маманына қашан барады, қашан келеді? Егер де сіз бір жыл көлемінде жүкті бола алмай жүрсеңіз, сол кезде репродуктолог дәрігерге келу керек. Репродуктологтың кеңесінде, қабылдауында не болады, қалай жүргізіледі? Ең алдымен алдын ала қабылдауға жазылу керек. Содан кейін көбінесе сұрайтын сұрақтар: етеккірдің алдында келу керек па, етеккірдің кейін келу керек па деген сұрақтар туындап жатады. Бәрібір қалай уақытыңыз болады, өз ыңғайыңызға қарай алдын ала қабылдауға жазыласыз. Өзіңізбен бірге қолыңыздағы соңғы бір жылдық анализдердің қорытындылары болса, немесе зерттеу әдістерінің қорытындылары болса, соны бірге алып келсеңіздер де болады. Егер де оперативті емделу, ем шаралар жүргізілген болған кезде болса, сонымен бірге өзіңізбен выпискаларыңызды алып келсеңіздер дұрыс болар еді. Жалғыз өзім келем ба, жолдасыммен келем ба деген сұрақтар туындап жатады. Негізі бұл отбасының мәселесі болғандықтан жолдасыңызбен бірге келген дұрыс деп есептейміз. Кеңеске келдіңіз, репродуктолог дәрігеріңізді таңдадыңыз, бірге отырып, алдымен сіздің шағымдарыңызды тыңдаймыз. Содан кейін бүткіл жаңағы анамнез жизни дейді, өмірлік анамнезіңізді жинап шығамыз, сұрап шығамыз. Сұрақтарымыз бірінші қабылдауда көптеу болады. Сол сұрақтардың бәрін толық дұрыстап, қамтып, бәрін анықтап алсақ, негізі 50% диагнозды сол репродуктолог өзінің бірінші кеңесінде сізге қойып диагнозыңызды айта алады. Міндетті түрде гинекологиялық тексерістен өтесіз. Сонымен қатар гинекологиялық тексерістен өткеннен кейін ультрадыбыстық зерттеу арқылы сіздің жатырыңыздың жағдайын, екі аналық бездің жұмысының қызметінің жағдайын көруге болады. Егер де қабыну процестері болса, немесе миома болса, немесе эндометриоз болса, сонымен қатар кисталар болып жатады, соның бәрін сол ультрадыбыстық зерттеу әдісі арқылы анықтап көруге болады. Көбінесе көп пациенттеріміз қойылып жатқан сұрақтарыңыз көп екен деп ренжіп жатады. Бірінші приемда ешқандай, еш бүкпесіз, барлық өзіңіздің организміңізде болған аурулар, бір ауытқулар болса, немесе де қандай да бір проблемалар болса да, соның бәрін дәрігерден ешқандай жасырусыз айтқандарыңыз дұрыс. Мысалы, терапиялық аурулар болсын, неврологиялық аурулар болсын, сонымен қатар жаңағы әртүрлі соматикалық аурулар болса, оны міндетті түрде дәрігер репродуктологқа айту керек. Сондықтан ешқандай жасырусыз өз организміңіздегі өз проблемаңызды міндетті түрде репродуктолог дәрігерге айту керек.